Қандай болмасын қарыздан құтылуға болады. Ойымдаудың қажеті жоқ. Өзіңнің салыңды суға жіберме. Өмір онымен аяқталмайды. Яғни сенің қарыздарың көп болуы сенің әрмен қарай жарқын өмір сүруің кедергі болмау керек. Иә, сен қарызсың, сен косякқа кірдің, сен қораға кірдің, сен зындандасың. Бірақ бұл фактілер сені тежемеу керек. Сені кері тартпау керек. Сені күйзелтіп мұңайтпау керек. Керісінше, осы нәрселердің бәрі саған қамшы болу керек. Сенің бүгінгі күніңе алып келген сенің жағдайың өзгермейінше сен бұл проблемадан құтылмайсың. Яғни сендегі бар проблема сенің бүгінгі жағдайыңның салдары. Енді сен өзгеруің керексің. Өзгеру үшін қиын еш нәрсе жоқ. Біз өзімізді өзгерту арқылы өмірімізді түзейміз. Өзгелерге ықпал етеміз. Рауан, сен қуа берме, бекер айтасың, кредит алмай өмір сүру, немесе кредитсіз өмір сүру деген секілді нәрселердің бәрі саған оңай болып көрінеді, саған оңай шығар дейді. Жоқ, шын айтқанда маған оңай емес. Мен кредитке батқан, қарызға кірген, күйзелісте жүрген Рауанға жетпес үшін күні түні талмай еңбек етемін. Ұйықтамаймын, шапқылаймын, керек емес заттарды алмаймын. Көрсе қызарлыққа жол бермеймін. Ұялы телефоным бар ма? Мен тіпті халық мешітін салып жатқан кезде мен ұялы телефонның экраны сынып қалған болатын, сонымен жүрдім, алған жоқ. 40 жасыма келген кезде ғана барып өзіме ұнайтын телефонды алдым. Онда да біздің жұмысымызға керек деп. Дәл осы кезде сол телефонмен түсіп тұрмын. Samsung деген телефон, соны алдым. Енді қараңыздар. Бізге кредиттен құтылып, байлыққа бағдар алу үшін, бағыт алу үшін мыналарды істеуіміз керек. Бірінші, біз өзімізді өзгертуге жұмыс істеуіміз керек. Ерте оянайық, ізденейік, кітап оқиық, қарыз алуды тоқтатайық. Кедей сана дейміз ғой, қазір айтып жүрміз. Сол кедей санадан шығайық. Біз бай болып, қаражатымыз жетіп тұрып та кедей санамен өмір сүруіміз мүмкін. Бізге бай сана керек. Біз өзгенің өмірімен емес, немесе өзгелер сомдаған пішінге сай болып өмір сүрудің қажеті жоқ. Біз өзіміздің өміріміз, өзіміздің қалауымыз бар, сол бойынша жүруіміз керек. Сонымен кредиттен құтылатын жолдар: үнемдей аламыз. Табыс көзін арттыруымыз керек, оны арттыра аламыз. Бекерге мал шашуды тоқтату керек. Мінекей, осыларды қолға алсақ, әрмен қарай реттеледі. Енді осы ретте бүкіл кредиттеріміздің осылай отырып алып тізімін жазып шығуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Жалпы проблеманың жүзіне қарап, сол бойынша әрмен қарай әрекет ету керек. Ниет ету керек. Ниет етсеңіздер, бәрі ретке келеді. Амал жасамасаңдар, жүре бересіңдер. Қашанғы оқталып, атылмай қаласыңдар. Оқшантайда оқтарыңыз тұра беретін болса, оны қашан мылтыққа салып, бас саласыңдар. Бірден іске кірісу керек. Біз сөздің, сылтаудың адам емес, амал адамы болуымыз керек. Сондықтан ағайын, баршаңызға жақсылық тілеймін. Ниеттеріңіз басты түзу болса, әрмен қарай бәрі реттеледі. Қорықпаңыздар, алға қарай ұмтылыңыздар. Сіздер қарыздан да бәрінен де құтыласыздар, сіздер бай боласыздар. Тек бастысы ниет етсеңіздер, қалған Алла өзі ретке келтіреді ағайын.